Ал сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабағымыз балалар әдебиеті бойынша Мұхтар Әуезов әңгімелеріндегі психологиялық сарын. Мен сіздердің неге ортаға шақырып тұрмын? Өйткені біз Әуезовтың 3 шығармасын бергенбіз. Сондықтан 3 топқа бөлінуіміз керек. Қазір 3 топқа бөлінесіздер. Содан кейін бірінші топ мына партаға, екінші топ мына партаға, үшінші топ мына партаға отырасыздар. Ал бастайық. Бірінші, Анара бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Рахмет. Екінші, Аружан бүгінгі күніне тек қана екеуімен көңіл тілеймін. Рахмет. Үшінші, Айсұлу мен саған бүгінгі сабақта өте белсенді араласуыңды тілеймін. Рахмет. Бұдан да мен саған тек қана бағып тілеймін. Екінші, Айғаным саған бүгін керемет көңіл келген. Рахмет. Бірінші, Ашан саған бүгін ерекше көңіл келген. Дінім мен саған сабақта белсенді араласып, машақ сабағым. Үшінші, мен саған өмірде жалғыз сәттілік тілеймін. Рахмет. Бірінші, Камила саған мен осы күнге тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Екінші, Мадар бүгінгі күнге өзіңді белсенді көрсетуді тілеймін. Рахмет. Сая бүгінгі күнге саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Динара бүгінгі сабақта белсенді болуды тілеймін. Рахмет. Екінші, осы сабақта өзіңді ерекше көрсетуге тырыс. Рахмет. Үшінші, Жақсы, рахмет балалар. Барлықтарыңызға бүгінгі сабақта сәттілік тілейміз. Бірінші санындағылар мына тақта отырасыздар, екінші ортаға, үшінші партаға отырасыздар. Ал бөлініп отыра қойыңыздар тезірек. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз үйде Мұхтар Әуезовтің 3 әңгімесін берген қалдығы бар. Қандай әңгімелерін беріп едік? Қорғансыздың күні, жетім көксерек әңгімесін бергенбіз. Енді сабағымыздың сұраққа тоқталып кетейік. Қазақ прозасындағы психологизм ағымының шығармашылық құбылыс ретінде өмірге келіп, көркемдік дәстүрге айналғанын Мұхтар Әуезов шығармалары арқылы талдау жасаймыз, яғни ұғындырамыз. Қазір енді сіздерге 3 топқа бөлдім ғой балалар. Бірінші топ сіздер қорғаныстың күн әңгімесімен талдау жасаймыз, екінші топ жетім әңгімесі бойынша, үшінші топ көксерек әңгімесіне психологиялық талдау жасаймыз. Ол үшін тақтаға назар аударамыз. Балалар. Бірінші практикалық жұмысымыз психоаналитикалық рецепция арқылы Мұхтар Әуезов әңгімелерін қарастырамыз. Ол үшін бірінші топ сіздер қорғаныстың әңгімесіне психоанализ жасайсыздар. Екінші топ жетім әңгімесіне психологиялық параллелизм жасайсыздар. Үшінші топ көксерек әңгімесінің психологиялық шеберлігін ашасыздар. Дайындалуға 5 минут уақыт беріледі. Бастаймыз тезірек. Ал жинақтаймыз балалар. Әрқайсысы өз ойыңыз шағын-шағын айтсаңыздар болады. Жинақтаймыз. Ортаға бірінші топ шақырамыз. Бірінші топ тезірек келе алыңдар. Психоанализ терминіне тоқталып кетсем, психоанализ дегеніміз адамның ақыл-ойын зерттеудегі және эмоционалды бұзылыстарды емдеудегі ең танымал терминдердің бірі. Психоанализде бұл жерде бетіне әйелдердің өзінің қорғансыз екенін, қарт әженің өзінің баласынан айырылғанын, және оның келіні өзінің жағынан айырылғанын, және оның қызы Ғазиза өзінің кішкентай кезінен қатты қиналғаны жөнінде жерде суреттеледі. Қалтайдың арқаның құрылғанын көріп, Ғазиза психологиялық зақым алады. Сол себепті ол өз-өзіне қол жұмсайды. Жалпы Ғазиза өзі қиналғаннан кейін әкесіне жылуы қалғысы келіп, оның бетіне барып, сонда жаны бұзсыз қайтыс болады. Яғни әңгіменің соңы немен аяқталады? Трагедиямен аяқталады. Жалпы бұл жерде әйел адамның несі қалай ер адамсыз қаншалықты қиын екені, қаншалықты психологиясы жақын келетіні және де қорғаны болмағандықтан сондай әрекетке барып тұрғанымыз. Қорғансыз, панасыз әзір әйел затының психологиялық көңіл күйі кешкенде бас кейіпкер Ғазиза
Жақсы. Бізге берген жетім әңгімесінің психологиялық параллелизмі жалпы бірінші жетім әңгімесінің психологиялық параллелизміне тоқтамас бұрын жалпы психологиялық параллелизм деген не екеніне тоқтала кетейік. Жалпы осы психологиялық параллелизм дегеніміз ол әдебиеттегі бір статистикалық тәсілдердің бірі болып келеді. Және осы табиғаттағы құбылыстарды, яғни табиғат қылықтарын, олардың осы бір-бірімен салыстыру деген сияқты білдіреді. Біздің тақырыпта біз жетінші тақырыбында өткізіп жатырмыз, айтып жатырмыз. Сондағы бұл параллелизм, психологиялық параллелизм осында көрініс тапқан сияқты. Өйткені табиғат балаға өте суық және қатал болып көрінді. Және осында бала боз төбелерді көріп, оның қайғысымен бірге өзінің ішіндегі мұңын солармен бөлісіп отқандай көрінеді. Осы ауыр кезеңде Қасымда тау ішінде жан ұрғандай болып, осы жетімдіктің қайғысын өз ішінен бір жан ұшырып алып келе жатты. Себебі ол шошынып өне бойымызда не істерін білмей жүрген қатты соғып кетті. Сол кезде оны шошындырған бір шайтан құс еді. Мен жетім әңгімесіне байқағаным, Қасым қараңғы түнде жүгіре бастады. Шошынған қабақпен алдарына қарай берді, және де қап-қараңғы түн еді. Қасым тау ішінде бұдан түнде кездесетін қара түндей жалмауызда немесе самалдарына қап кететіндей перілерді соларды үрейлене бастады. Осы жетім әңгімесіне Дауысын қаттырақ шығарамыз. жетім әңгімесінде психология параллелизм ол табиғат көрінісі арқылы Қасым психологиясын жүргізеді. Деп ойлайсыздар, иә? Жақсы, бұндағы басты кейіпкер кім екен? Қасым. Бұндағы психология кімнің психологиясы деп? Ер баласы. Жақсы, рахмет сіздерге. Ал ойларды біле қойыңыздар өздеріңіздің. Рахмет сіздерге екінші топқа. Үшінші топқа шақырамыз. Көксерек әңгімесіндегі психологиялық шеберлік. Бір-біріңізді мұқият тыңдаңыз, тыңдаңыз. Біз көксерек әңгімесінің психологиялық шеберлікке тоқталмас бұрын, ең алдымен психологиялық шеберлік дегенімізге тоқталып кетсек. Психологиялық шеберлік дегеніміз әдебиеттегі әңгіменің дамуына жол ашып, оқу процесіндегі психологиялық әдістерді дамыту болып табылады. Жақсы, рахмет. Көксерек әңгімесінің психологиялық шеберлігі менің ойымша кейбірде қасқырға келіп, мойнына қарбау салып, ет сияқты торға қамағаны маған қатты әсер етті. Сізге қатты әсер сол жерге, ал сізге? Осы Құмаштың ағасы осы көксеректі кішкентай кезден бөліп кезден ауылға келіп торға қамағандағы көксеректің психологиясы мұнда ерекше сонда ма? Яғни осы көксеректің әңгімесі арқылы қандай психология болып тұрсыздар? Аңдар Аңдар психология. Қорғансыздық арқылы қыз бала психологиясын жеткізді бірінші топ, екінші топ. Жетім арқылы ер бала психологиясы, ал сіздер көксерек арқылы аңдар психологиясы ашылған деп тұрсыздар, иә? Жақсы. Жалпы менің ойымша Мұхтар Әуезовтің әңгімелерінің ішінде көксерек әңгімесі жалпы табиғаттағы тепе-теңдікті көрсететін бірден-бір әңгімелердің бірі деп санаймын. Шынымен де жаңа қыздар айтып кетіп жатқандай, мұнда аңдар психологиясы өте қатты көрінген. Жаңағыдай көксеректің ауылдың ішінде иттердің оны бөлектеуі деген секілді әңгімелердің барлығы. Одан кейін қазақтарда жақсы бір сөз бар ғой, қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды деген. Міне осы мақалдың бірден-бір дәлелі көксерек әңгімесі деп түсінемін. Жақсы, рахмет, рахмет. Өз ойларды біле қойыңдар. Тиімдеріңізді. Ал енді үш топ жұмыс жасады. Бірінші топ қорғансыздық талдау жасады, психология, екінші топ жетімдер, үшінші топ көксерекке. Енді бірінші топтың пікірін сіздер қалай бағалайсыздар? Екінші топ. Сіздер қалай бағалайсыздар? Тақырыпты ашылды ма? Осы қорғансыздың күні болды ғой, жақсы қорғады, бірақ кішкене тереңірек ашса психологиясын қыз бала психологиясын тереңірек ашқан болады. Бірақ жақсы күшті айтты. Жақсы, біз екінші топ біз олардың тиімдерімен келісеміз, ойларын айталды, бірақ әйтсе дағы әйелдің, анасының, әжесінің, ғазизаның психологиясына терең ашылса жақсы болады еді, бірақ уақыт тапшылығына байланысты. Жақсы, рахмет. Пікірлеріңіз
қорқынышның әсерінен жаңағыдай бір табиғаттың кейбір елестері көз алдына көрінеді ғой, соның барлығын керемет бір дәлелдермен келтірді деп түсінемін. Бізге ұнады. Жақсы, рахмет. Үшінші топтың талдауы көксерек. Психологиялық шеберлік. Сіздер не дейсіздер бірінші топ? Қандай пікір айтасыздар? Сіздерге. Қанекей, Нұрай. Бізге де көксерек несіндегі өздерінің тақырыптарын ашады. Бізге де хаттамады. Жақсы, рахмет. Үш топта өздеріне жеке-жеке пікір айтты. Сабақтың соңында мен түйіндеймін. Рахмет. Енді бірінші тапсырма бойынша бізде әңгімелерге психологиялық жасалынды. Енді екінші тапсырма көшеміз. Екінші тапсырма бұл. Бірінші қорғаныстық тіл мен жетім әңгімесі бойынша талдау жасайсыздар. Міне екі түрлі түсіндірме күнделігі стратегиясы бойынша әуез әңгімелерін талдау жасаймыз. Ол үшін қазір сіздер ортаға шығасыздар. Ортаға сіздер шығып дайындалады дегенше мен көксерекке тапсырма беріп қоямын. Ал екі топ ортаға шыға беріңіздер. Әдісше бірінші сіздер шыға беріңіздер ортаға. Ал мына қарай тұрады ортаға шыға беріңіздер. Мына қарай шығыңыздар бәріңіз. Мына қарай шыға беріңіздер. Мен көксерекке тапсырма беріңіздер. Енді көксерек тақтаға қараймыз. Үшінші топ көксерек әңгімесінде мен диаграммасы арқылы фильммен салыстыру. Енді қараңыздар. Мына жерде көксерек әңгімесіндегі айырмашылық, мына жерде фильм бойынша айырмашылық. Ал білесіздер ме? Мен диаграммада жұмыс жасалды. Ал жұмыс жасай беріңіздер. Оған дейін екі топ. Сіздер енді жетім мен қорғаныстық күні екі жаққа бөлініңіздер. Екі жаққа бөлінеміз. Енді қараңыздар, сіздер балалар, сіздердің мақсаттарыңыз не? Қараңыздар, мен сіздерге айтқам дегенде, егер тапсырма бергенде әңгіменің негізгі өздеріңе ерекше әсер еткен жерді түтіп алыңыздар. Миға сақтаймыз, жүрекке қондырамыз дегенбіз. Оқып отырып қай жері ерекше әсер етті, маған мына жері әсер етті деп талдау жұмыстары жүректе айтқан болады. Білесіздер, естеріңізде бар ғой? Сондықтан мен сізге осы үш әңгімені оқып отырып ерекше есте қалған жерлері бойынша қазір жұмыс жасаймыз. Ол үшін сіздер мен қазір топты ортаға лақтырамын. Қай топ? Топша қағып алады, сол топша бастайды. Бастаған адам мысалы Нұрай қағып алды. Мысалы Нұрай айтты да өзінің мысалы біздің ісінің өзі осы жерге қатты әсер етті маған. Маған не себепті әсер етті деп ойлайсыз? Сізге осы жерге әсер етті ме? Неге? Деген сияқты сіз екінші мына қарама-қарсы топшаға лақтырасыз. Түсінікті ме? Ал енді қараймыз. Сіздер ақылдасып өздеріңіз жұмыс жасай беріңіздер. Кішкене жинас мүмкіншілік болса, кішкене дауыстармен жай жұмыс жасаңыздар, өйткені оларға дауыс естілмеді. Сіздерге дауыстарыңыз кішкене ақырын болсын. Енді қараңыздаршы балалар, қазір мен ортаға лақтырамын, бастаймыз. Қай топқа? Ал Нұрай бастады. Қорғансыздық күнінде маған әсер еткен жері Ғазиза өзінің басына түскен қатты қиыншылықтан қынжылып ішіндегі бар мұңды зарды шығару үшін әкесі мен ағасының басына бетіне барды. Сол жердегі оның қатты қиналған жері маған әсер етті. Ал саған жетім адам. Нұрай, бұл жерде Ғазиза өте үлкен қиыншылықтар көрді. Және оған қатты қиналғаны соншалықты өзінің жанашыр адамдарына емес, өзінің ағасы мен әкесінің басына барды. Және сол жерде ол қатты қайғысымен бөлісіп, ол сол жерде отырды. Және де бұл жер маған өте қатты әсер етті. Және де біздің топқа берген жетім әңгімесінде маған қатты әсер еткен жері ол осы Қасымның түсінде ұйықтап, өзінің түсінде әке-шешесінің өзінің орнына келіп, балам жылама, біз тірілдік, енді өлмейміз, сен жыламайсың, сен жетім емессің, біз сенің қасында қаламыз дегені. Және әжесінің оның маңдайынан сүйіп отырып, Қасымның әжесіне айтқаны, неге мені тастап кеттің, неге мені бірге алып кетпедің деген жері маған өте қатты әсерлі болды. Және сен осы жерден әсер алдың ба, Камила? Себебі көргені түс болса да, ояна келсе көргені түс болса да, Қасымның көңілі солардың өлгеніне сенбеді. Ал қорғансыздың күнінде маған әсер еткен жері жалпы кемпір барлық өзінің мұның өз жерін айтып отырғанда бір қалып тыңдап отырған ағам әңгіме біткен соң басын көтеріп алып кесірді жұбату үшін аз сөз айтты. Ал саған шан әсер етті ме?
башлаганбыз. Осы ғазизаға қонақтар үйіне келеді ғой, сол қонақтар оған көз сала береді. Мысалы, жаман естітеді. Арам пиғылдары, пиғылдары. Осы сценарийді қарап. Осы жерден әңгімесіне маған әсер еткен жерін осы Қасым жылайды, айтады, әжетай неге мені тастап кеттің, неге мені бірге алып кетпедің, мен шынымен шынымен жетім болдым ба, маған қатты әсер етті, саған қатты әсер етті, қалай? Иә, маған жетім әңгімесінде Қасымды өте қатты әсер етті, өйткені мен ойымша жетім болмағанда Қасымның әжесі тірі болғанда оның ешқандай мұң болмас еді. Әжесі тірі болғанда әжесінің тізесінде жатып алып, ол өзінің өлеңдерін ертегілерін оқып беретін еді. Маған осы жетім әңгімесінде әсер еткен жері ол әжесі осы тілектің үстінде өлген еді. Және де ол Қасым сол күні жылаумен өтті. Және де Қасым бәрін атын атап, сол шақырып кішкентай ғана таяққа сүйеніп тұрып, жалғыз өзі сол өзінің қайтыс болған әжелерінің есімдерін есіне түсіріп, солай жылап сол күнді өткізді. Сол жері сізге ерекше әсер етті, жүрегіңіз ауыр, қиналдыңыз, Қасыммен бірге, яғни көзіңізден еріксіз жастар шықты. Саған әсер етті ме? Иә, маған қатты әсер етті. Ол әжесімен қалған болатын, ол ата-анасы қайтқаннан кейін ата әжесі болған болатын. Әжесі қайтқаннан кейін ол қатты жалғызсырап, өзін жалғыз сезінді. Ал маған қорғансыз күніндегі әсер еткен жері Ғазизаның екі жас бейіттің арасында қайтыс болғаны, оны денесін жартылай қар басып, сол жерде жалғызсырап әкесінің бейітіне сүйеніп қалып қайтқанын маған қатты әсер етті. Әңгіменің соңы. Маған себебі өйткені Ғазизаның қалауы болды, ол әкесі мен бауырларының беттеріне барып отырып сөздер зарлау болды. Және де дүниеде жетім болып жалғыз қалғанын осы басынан кешірген ең қиын болды. Маған қорғансыздың әңгімесіндегі қатты әсер еткен жері қордыңға жаны төзбеген жалғыздықтың құрбаны болған Ғазизаның әкесінің бетіне барып сөгілуі. Өйткені қыздың озбырлыққа, қорлыққа шыдай алмағанда орамға ұрынып сөгілген жері қатты әсер еткен. Өте ауыр жағдай. Ол кезеген адам керінде. Себебі, неге әсер етті деп ойлайсыз? Себебі, жас қыздың осы қиындықтарға шыдамай осы өлімді таңдағаны. Себебі ол одан әрі өмір сүруге батылы жетеді. Сол үшін ол өлімді сүреді. Жалпымызда бағана айтып кетті ғой, ол біздің қалауы болды деп. Жалпы мен ойламаймын, ол өзінің қалауы болды деп. Себебі ол ата-анасын кінен іздерін білмеді. Өйткені әжесі сол екі адамға сеніпті, оны қораға жіберіпті, отын жинап келуге. Ол қаншалық күні, ол біліп тұрды ғой Ғазиза, артынан шығатын, бірақ ол әжесінің көңілін қалдырмай беріп шықты. Анасы сол қыз болғандықтан ол кісіге де не болмады. Сол себепті ол барлық жалғыз бұл әңгімеде қатты әсер еткен жері, ол Ғазизаның осы сырғаларынан кейін ойланып, өз-өзіне қол салумен қалай жалпы өмір шарасы күйдегі бұл жерде жас қыздың психологиясы көрінеді. Бұл жердегі қазақтарда не бар ғой, қалай ары қарай өмір сүреді деген сияқты, жұрт кімдей ме деген сияқты бұл қыз тап болмағандықтан ол өз-өзіне сондай шешім қабылдады деп ойлаймын, шарасыздықтың кесірінен. Сол себепті деп ойлаймын. Ал жетім әңгімесінде маған баланың соншалықты көңілінен тиіп, өзі жалғыз жүргенінде артынан бір елес сияқты көрінгені сол жерде әсер етті маған. Жақсы, аяқтасын, аяқтайық. Жетім әңгімесіндегі әсер еткен жері ол соңғы жағы болды, яғни соңғы бөлімі.
баланың аяғы өледі дегені нақты айтылған жоқ, бірақ іш салттан келіп осы баланың тоңып жатқан жерін, яғни сол жерде мен әңгіменің соңы сол аяқталды деп ойлаған жоқпын. Көп нәрсе күтіп отырдым, бірақ аяғында осылай болғанда көзіме еріксіз жас келді. Баланың аяғы жетім баланың өмірде кетіп қалған. Жақсы, рахмет сіздерге. Сабағымызға тағы теңдейміз. Рахмет, отырамыз. Ал бірінші екінші топ рахмет сіздерге. Енді үшінші топтың жұмыстары келеміз. Бізде көкселек әңгімесін фильм диаграммасы арқылы фильммен салыстыру, яғни көкселек әңгімесі, көкселек фильмі. Көкселек әңгімесінің басталуында табиғатты суреттеп басталса, фильмде Құрмаш пен Хасеннің атпен келе жатқандар көрсетілген болатын. көкселек әңгімесінде қасқырдың бөлтіректері жетеу деп көрсетілсе, фильмде 6 болып көрсетіледі. Және де осы әңгімеде Құрмаштың әкесі туралы жазылған, Ал фильмде әкесі туралы мүлде айтылмаған. Және де әңгімеде Құрмаштың осы көкселек әңгімесінде Құрмаштың жаназасы шығарылады, Фильмде ол туралы мүлде көрсетілмейді. Соңғы осы көкселек әңгімесінде осы Бейсенбай ол көкселекті өкпесіне пышақты сұғып солай алса, Ал Хасен оның артынан жүгіріп, мылтықпен атып өлтіретін болады. ал енді ұқсастығына тоқтала кететін болса, жалпы көкселек әңгімесі мен көкселек фильмінің ұқсастықтары, ең бірінші ұқсастық ол екі жерде де Құрмаш қасқырға көкселек деген атты қояды. Екінші ол бізде фильмде де және әңгімеде де көкселекті Құрмаш қаншама тәрбиелесе де, ол жаңағы ұрлық-қарлыққа да, адалдықтың да қадірін түсінбейді, себебі ол жыртқыш жануар болғаннан кейін оның табиғатына ол дүние тән емес болып табылады. Одан кейін жалпы осы фильмде де және әңгімеде біз көреміз, көкселек қаншалықты ауылда жүріп иттермен ауылда жүрсе де иттермен емес, жаңағы өзінің үйлеріне барып қосылып кете беретін болады. Одан кейін екі әңгімеде де және фильмде де бізде ақ қасқыр деген қасқыр болады, және де екі жерде де Құрмаш бізде өледі, яғни жаңағыдай трагедиямен аяқталады. Әңгіме де фильмде. Жақсы, рахмет. Ал сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Ол қашалық деп ойлайсыздар ма? Бірінші екінші топ. Қашалық деп ойлайсыздар ма? Яғни, міне көкселек әңгімесімен фильм салыстырдым. Үшінші топ өте жақсы ашты. Иә, өте жақсы ашты. Әңгімеде қандай айырмашылық бар? Фильмде қандай айырмашылық бар? Ашарыңызды және екеуінің ұқсастығында ажыратып алды. Жақсы, рахмет. Енді келесі жұмысымызға көшеміз. Міне бұл енді үш топқа да қатысты, бәрінің ортақ алдында жеке-жеке тапсырма берген еді, барлықтарыңызға ортақ тапсырма. Қараңыздар, осыны кім жақсы құрастырды? Уақыт 3 минут уақыт беріледі сіздерге. Синхронды әдісін қолдана отырып, төмендегі тірек сөздермен жұмыс істеуде. Төмендегі тірек сөздер балалар қараңыздар, қыз бала, байқап тұрған жастар біздің қазіргі талдау әңгімеміздің желісі бойынша ер бала, аңдар, психология. Осы тірек сөздерді қолдана отырып қайталап айтамын. Қыз бала, ер бала, аңдар, психология. Үш топта осымен жұмыс жасайсыздар балалар. Осы тірек сөзді қолданып, синхронды әдісін қолдана отырып жұмыс жасайсыздар. Оны білесіздер. Бастай беріңіздер. Синхронды әдісін сабаққа қолданып жүрсіздер, білесіздер әдістерді. Ал бастаңыздар. Сосын кімнің 3 минут уақыт беріледі, қане жұмыс жасай беріңіздер. Әр топқа бір адамыңыз сөйлейді. Екі жұмыс жасаңыздар. Немесе бір-бірді, мысалы, бірінші, екінші, үшінші айтады аласыздар. Не? Болды. Ал болды, тоқтар, болды. Ал бастаймыз. Қанекей, болды. Бастады. Қайсысы? Енді екінші қой. Үшінші болды, екінші бастаймыз. бірінші записінде қыз бала, екінші сын есім, әдемі, тәрбиелі, үшінші етістік, қорқады, қашады, беймаза күйге түседі.
Төртінші сөз тіркесі. Атамның Қалтайдан қорқады. Бесінші ол бізде сөйлем. Қыз баланы қорғаны ер адам. Кішкене жетістікпен менің де кішкене серіктер бар, иә? Сөз тіркесін жетістік жаққа теріп бар. Ал сіздер оқыңыздар. Тезірек уақыттас. Ал сіздер оқыңыз. Оқың, тез балым. Бізде зәрдесін қыз, сын есім сұлу, шарасыз, етістік қорқады, қамығады, қиналады. Сөз тіркесі түрсіз, жанашыр жан, шарасыз күйде, жараланған жүрек, нәрсе жейді. Соңғы сөйлем, жетімнің көз жасы, жазасыз қалмайды. Дұрыс. Тек қана түрсіз ғана аласыздар, сіздер сөздерге кетіп бөліп алдыңдар, иә? Сөздерге аталған бәрі дұрыс. Жақсы, әрбір сізден үшінші тоғыз. Тезірек. Баққан қолдар ойып айсыл. Бірінші бізде ұл, заңтесім, екінші суыл бақыр, үшінші қашта үрейленді жараланды. Төртіншісі тоғай ішінде үрей биледі. Бесіншісі табиғат балаға қатты суық көрінді. Жақсы. Ал үш топта өз жұмысын атып, тек қана білен саған ішінара қадеті болып қалдыз. Мынау сөз тіркесін қалғандары бәрі үш жасалынды. Жақсы. Енді рахмет балалар. Келесі тапсырмаға көшеміз. Енді соңғы жинақтау тапсырмасы ертең жазу стратегиясы бойынша жетім, қорғаныс сынды көптеген әңгімелердің негізгі идеясын тауып, осы өлең жолдарымен аяқтауларымыз керек. Міне, осы өлең жолдарын аяқтауларымыз керек. Өлеңнің талдадық, айттыңыздар, психология кешенін аштыңыздар. Енді бәрі дайын. Тек қана осының, міне, балалар қарай жүріңіз, енді тыңдап алыңыздар. Сіздерде басты мақсат не істеу керек? Осы үш әңгімені талдап болғаннан кейін біз талдадық. Енді жинақтау мақсатында оның идеясын ашып үшін мен сіздерге өлең жолын беріп тұрмын. Қараңыздар. Жауыздықтың үш түрі бар. Бір жауыз бар, жазалайтын жаныңды. Бір жауыз бар, жаралайтын тәніңді. Бір жауыз бар, қорлайтұғын жаныңды да. Енді қараңыздар, мен үш жауыздық туралы айтып тұрмын. Ал сіздер манағы талдаған көксерек, қорғаныстың күні жетім әңгімелері осы үш жауыздықтың қай түйіні болады, қай әңгімеде қандай жауыздық айтып деп ойлайсыздар. Ал уақыт берем, 4 минут. Әргеште. Тезірек. 4 минут аяқтап алды. Өлең жолымен де аяқтауға болады. Мына өлең жолын жалғастыру керек, негізінен бірақ. Жауыздық, сен былай бастайсыңдар. Жауыздықтың үш түрі бар. Бір жауыз бар, жазалайтын жаныңды. Бір жауыз бар, жаралайтын тәніңді. Бір жауыз бар, қорлайтын жаныңды да тәніңді. Біріншісі, жалғастырасыңдар. Екіншісі, үшіншісі, осыны әрбір жолмен өлең аяқтайсыңдар. Түсінікті ма? Ал тезірек. Бұл жұмысты білесіздер, тез істеңдер. Тапсырманы орындап жүресіздер, білесіздер, уже тез жүйе тізіп орындап.
шештім. Қайсыздар ма? Жақсы. Ал енді заем кейіндейік. Бірінші сөз кезегі қайдан бастаймыз? Негізі екінші топ бірінші болған, екінші топ бастамыз. Ал бастаймыз, сіздер бірінші болыңыздар. Жауыздықтың үш түрі бар. Bir жауыз бар, жазалайтын жаныңды. Bir жауыз бар, жаралайтын тәніңді. Bir жауыз бар, қорлайтығын жаныңды да тәніңді. Біріншісі жетімдіктің тауқыметін тартың ау. Екіншісі көреркінің қорлықпен еңбектің ау. Үшіншісі өмірдастан өкінішпен кеттің ау. Сонда сіздер біріншісінде бізде жетім, екіншісінде қорғансыздың күні, үшіншісінде көксерек. Yok, işte. Жақсы, рахмет. Сіздер жауыздықтың үш түрі бар. Bir жауыз бар, жазалайтын жаныңды, bir жауыз бар, жаралайтын тәніңді. Bir жауыз бар, қорлайтын жаныңды да тәніңді. Біріншісі жауыздықтың жас құрбаны қасіретке толы өмір. Екіншісі жетімдікті, көлгірлікті азаптықтан ақ көрдім. Үшіншісі хайуандарға қасіретке толы өмір. Сіздер бірінші кімге тұрсыздар? Біріншісінде жетім, екіншісінде қорғансыз, үшіншісінде көксерек. Сіздер солай бересіздер. Ал сіздер оқыңыздар. Жауыздықтың үш түрі бар. Bir жауыз бар, жазалайтын жаныңды, bir жауыз бар, жаралайтын тәніңді. Bir жауыз бар, қорлайтын жаныңды да тәніңді. Біріншісі қасымның жалғыз қалуы, екіншісі көксерекке жасаған әрекеттің ақыры, үшіншісі Ғазизаның амалсыздан бұл өмірден кетуі. Біріншісі жетім, екіншісі көксерек, үшіншісі қорғансыздың күнінде. Жақсы, ал енді кейіндейік балалар. Жақсы, рахмет. Енді бүгін біз практикалық сабағымыз соңына қарай жетті. Біздің мақсатымыз осы қорғаныстың күні жетім көксерек әңгімесі арқылы әуезовтің психологиялық талдау жасауларымыз жасау керек, және сол шығарманың кейіпкерлері арқылы өздеріңіз қоғамдағы болып жатқан әлеуметтік жайттарды түсіну болады. Сіздер өздеріңіз пікірлеріңізді айттыңыздар. Жақсы, енді қараңыздар, бірінші жауыздықтың үш түрі бар. Bir жауыз бар, жазалайтын жаныңды. Ол балалар жетім емес. Яғни рас Қасымның дүниеге келді, ата-анасынан айырылды. Тағдыр тіркегіне түсіп, әжесі кетті өмірден. Бірақ қазақта бар ғой, жерде бір жетім жыласа, көкте 70-те көңілінен дейді. Жамаға Иса мен Хадиша жетімге, Қасымға жетімдіктің тауқыметін көрсетті ме, көрсетті? Көрсеткенде де үлкен жауыздығын көрсетті. Неге Қасым өзіне өлімге деді? Балалар, не үшін келді өлімге Қасым? Өйткені қасында ешкім болмады. Ер азаматтың шарасы күйде қалып, Қасымның жас бала болса да, ол әжесінен қалған, артында қалған малын мүлкін не істегісі келді? Құран оқығысы келді. Құран оқығысы келіп, ол ер азаматқа тән қасиет. Өзінің артында қалған ұрпағы бақилы болып кеткен ата-анасына, яғни атасына, әжесіне Құран оқып, бәріміздің парызымыз ойлаймыз ба? Сол парызын орындағысы келіп, Қасым Құран оқығысы келді. Бірақ дүние қоңыздыққа берілген Иса мен Хадиша Қасымның жан дүниесін түсінбеді. Сөйтіп Қасым ақыры шарасы күйде не істерін білмей, ата-анасының бетіне басып баратқан жолда үлкен үрей туғызып, үрейден үрей көрініп, яғни жүрегі жарылып Қасым сол жерде қайтыс болып кетеді. Әрине, ауыр жағдай, ондан бірінші рас ол Қасымның жауыздығын білдіріп, ол Қасым бейнесі арқылы жетім әңгімесі. Екінші, жаралайтын тәніңді, яғни бұл Ғазиза балалар. Неге? Өйткені Ғазизаның енді ол жаның қиналғаны, ол тағдырдың салғаны басына. Ал мұның нағыз тән қорлығы, қанпезер, қылмыскер, нағыз арымен жазалайтын, үлкен. Адам деп айтуға болмайтын. Ахмет Қалтайдың іс-әрекеті Ғазизаның, жап-жас Ғазизаның өмірін қиды. Өте ауыр жағдай. Ғазиза оған дейін не істеді? Қиналды, бәрін істеді, балалы ойнаған жоқ. Не істеді? Үйдің де түрлі, сырттың да. Өйткені оны үлкен әжесі және көзі көрмеген.
қиналған жоқ. Мен қайтсем де анамды, әжемді жеттірем деп жас бала өмірмен күресе білді. Бірақ аханмен қалда келген түн Ғазизаның өміріне, болашағына балта шапты. Неге Ғазиза өз өлімге қиды демейсіздер балалар? Не себептен қиды деді өлімге? Иә, өйткені қазақ қызы өмірден де жоғары тұрады, ар деген нәрсе. Қазақ қызында ар болмаса, ол өмір сүре алмайды. Өйткені ол ар ауа сияқты. Қазақ қызы ар дегенде жоғары ме? Мұхтар Әуезов осы Ғазиза арқылы ардың жоғары тұруы, қазақ қызы арлы болу керек. Қазақ қызында ар деген дүниенің ерекшелігін осы Ғазиза қосып. Бірақ Ғазиза неге өзін өлімге қиды? Біреулер ойлауы мүмкін, анда шарасы кейде әжесімен көзі көрмеген анасына не болады деді. Бірақ Ғазиза әжесімен анасының бетіне қарай алмады. Өйткені ол өмір сүрудің пәлсапасы өзінде. Сондықтан екінші Ғазиза, яғни тәні. Үшінші қорлайтұғын жаныңды да тәніңді. Үшінші ауыз. Бұл кім? Неге? Бұны аңдар психологиясы. Көбісі көксер әңгімесінде басты кейіпкер құрмаш дейді. Құрмаш емес. Басты кейіпкер көксер дейді. Көксер жаңа қалда бастыр. Я дұрыс көксерек. Неге? Өйткені көксеректі қараңыздаршы, адам табиғат кеңістік дейміз. Адам табиғат қараңыздар. Бұл жауыздық, үлкен жауыздық. Табиғаттың кең аңына, қасқаға, адам кеп, сана сезім дамыған адам кеп, одан кеп ит жасырғысы келді. Мойнына қарғылау салды. Яғни естеріңізде бар ма? Әңгіме талдап жатқанда, тамақ қиғанда ит болса бірнеше келеді ғой. Ол жан-жан алақта тоғып адамның жүрегіне үлкен психология шеберлігі тұрған жан дүние қиналып, шіркін-ай, сана сезімі дамыған адам мына қасқырды қор қылды ғой деген сияқты күйдешеміз. Ал одан қалды, әрбір оңыран қиналды, ақыры ең соңында қасқыр қашып кетсе де оны өлтірді. Сондықтан бұл жердегі көксерек арқылы аңдар психологиясын ашып тұр. Көксерек жастықта шауып жүрген, кеңістікте жүрген аңды кеп торпағына қою, оны мойнына қарғау салу, оның жанын да тәніне қорамын. Міне сондықтан үшінші жауыздық ол көксерек әңгімесі екен, аңдар психологиясы. Сонымен бүгінгі сабағымызды түйіндей отырып, біз үш әңгіме арқылы үш түрлі психология аштық. Қыз бала психологиясы, ер бала психологиясы және аңдар психологиясы. Енді сабағын түйіндеп, шағын кері байланыс жасап жүрейік. Бір-біріңізде осы мынандай сұрақ бойынша. Психологиялық талдау ерекшелігін оңалдыңыз ба? Үш шығарманы талдай отырып, психологиялық талдау ерекшелігін оңалдыңыз ба? Жаңа әртүрлі психология жасадық қой, түрлі тапсырмалар арқылы. Ең бірінші сұрақ, өзіңіз осы шығарманы оқи отырып, өміріңізге маңызды мағлұмат ала алдыңыз ба? Қанекей тез пікіріңізді айтып кетейік. Сосын сабағымызды жинақтап келдім. Қанекей тұр. Айтасыздар ма? Қанекей кім айтып келіп отыр? Анар айта ғой. Қандай психология? Осы психологияда көбінесе ұл баланың және ер баланың, қыз баланың және аңдар психологиясын көрдік қой. Әр психологияны, әр мысалы үшеуінде үш түрлі бір мағына береді. Мысалы қыз баласының қандай қиналғаны, яғни қыз балаға ар намыс деген өзіміз қыз болғаннан кейін осы өзіміздің ар ұятымызды сақтай білуіміз керектігін өмірде осы жақты өзімізде осы әңгімені оқи тұрып өзімізге деген өмірімізге деген бір үлкен сабақ алуға болады. Не ойлайсыз? Алдыңыз иә, өзіңіз алдыңыз өзіңіз тұрады. Тағы мен айтқан кейін. Алтын шаш метасыз. Тезірек. Алтын шаш. Бар ма? Қанекей айтып келіп. Динара сіз айтасыз. Тез уақыттасыз. Осы бүгінгі өтілген үш тақырып бойынша, үш әңгіме бойынша бұлда әрбіреу ерекше болып келеді. Аңдар болсын, жетім болсын, қыз психологиясы болсын, осындағы жігіттердің ержүрек батыл болуы, берілмей, қазір көп ұлдарда бір жағынан қазір не деуге болады ғой, қыз сияқты болып бара жатыр. Соларға бір оқып, осы әңгімені оқып, осыны баладан үлгі алардай бір көрініс тауып тұрмын. Және өзіміз осы Ғазизаны оқып білгеннен кейін өзіміздің ар намысымызды біреуге таптатпай, өзімізді жоғары сатыда ұстауымыз керек дегендей өзіме сондай не алып. Жақсы, рахмет. Ал сіздер неден сұрақтың қане тезірек?
Кім барынан? Bir söylemeniz oldu. Vaqtlar. Жалпы қыздар айтқандармен толықтай келісемін. Бұл әңгімелерден өзіміздің болашақ өмірімізге маңызды болады дейтін мәліметтерді көре аламыз деп ойлаймын. Жаңағыдай шынымен де біз жетім адамдармен қосын не болмаса бізде мысалы қасым арқылы беріп тұр ер баланың психологиясы дегенмен де өмірде сондай бір қатты тауқыметті уақыттар болады. Ер баланың да психологиясы сондай нәрселерге шыдай алмайтындай. Сондықтан да тек қана ер балалар ғана емес, бұл жерден әрбір адам өзіне бір керек дүниені түю керек деп түсінемін. Сіздер айтасыздар, Темір? Жалпы мен бұл үш әңгімеден де әр әңгімеден өзіме түйген нәрсем бар. Жалпы құрмансыз күнде қыз баланың ар-намысы, оның қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Ал жетімде ер адамның айтсам болады. Жақсы, тезірек жинақтаңыз. Жалпы өзің не мамандық алдыңыз? Жетімнің көз жасы ешқашан да өтеусіз қалмайды деген. Нұрай, тезірек. Осы үш әңгіме бойынша мен өзімнен керекті. Осы қорғансыз күнде қыз баланың ар-намысын біз өзіміз үшін ар-намысын солай күтеміз деп жүрмін. Мен жетім әңгімесінде жетімді жылатпау керектігін барынша сол бала жетім болғанда енді қорғап, алға қарап. Жақсы. Енді балалар жинақтай келгенде жалпы ой түйін мынандай. Қандай жағдай болса да адам өмір сүрумен күресу керек. Неге қайсы өлімді дейді? Ол заманда яғни психология деңгейі бөлек болады, иә? Бірақ қандай жағдай болса да кімнің басына не түсетінін білмейміз қазіргі қоғамда. Ер бала бол, қыз бала бол, бірақ өмір сүруге талпыну керек. Әркім өзіне қол салу, өз-өзіне, мысалы Қасым өзіне қол салуды ойлаған жоқ, бірақ ол қорқыныштан жүрген жарып кетті, иә? Ғазиза да шарасы кейде бар, анжағы үйіне кіре алмады, ол да өз-өзіне қол жұмсаған жоқ Ғазиза. Сен де ойлап қалмаңдар, Ғазиза да Қасым да өзіне қол жұмсады, ол қол жұмсаған жоқ. Бірақ шарасы кейде әкесіне барып налғысы келді, ішкі сырын айтқысы келді. Бірақ сөйтіп отырып, табиғатпен үндескен, үлкен жан дүниесінде қаталдықпен, табиғаттың аяздығымен байланысқан кезде сондай ауыртпа аяқталды. Түсінесіздер ме? Сондықтан қандай жағдай болса да өмірден тегенде өмір сүру әдісінің философиясын жетіп меңгеру керек. Түсінесіздер ме? Балалар. Сондықтан сабақты жинақтай келгенде адам өмір сүрудің философиясын меңгеру керек, өмір сүру керек, өмір үшін күресу керек. Ешкім үшін емес, өмір үшін өзің үшін күресу керек. Өмір тек күресу керек. Түсінесіздер ме? Жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақта жаңа сабақ өтеміз. Жаңа сабақтың тапсырмаларын сіздерге платоныңызға салып жүремін. Жақсы ма? Сол бойынша жаңа сабақ, жаңа тапсырмалар бойынша мәлімет дайындап келесіздер. Бағаларыңыз платоныңызға қойылады. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.